Қордайда республикалық деңгейдегі Құран сайысы өтті. Ауданның орталық мешітінде ұйымдастырылған іс-шарада елдің түкпір-түкпірінен келген үміткерлер бақ сынаған, тралдар қорды ойылды. Қатысушыларға да бірнеше нақты талап қойылды, дейді Әділқазылар алқасы. Құран жарысы азаматтарды асыл дінімізге бір табан жақындата түсу үшін ұйымдастырылды, дейді мұндағы имамдар. Әуелгі мақсат та орындалғандай. Өйткені аталған сайысқа тек Жамбыл өңірі емес, тұтас Қазақстаннан 28 қатысушы келіпті. Оларға Құранды жаттап қана қоймай, мәнерлеп оқып, нақышына келтіру міндеті жүктелген. Құран жарыстарының мақсаты, негізгі мақсаттардың бірі бұл Құранды насихаттау. Жарыс арқылы Құран елге танылады, насихатталады. Құранды жаттағысы келетін адамдардың ойы пайда болады, қызығушылығы артады. Бұл бірден. Екіншіден, сол жарысқа қатысушыларға өте көп пайдасын береді. Жоғарыда айтқанымыздай, бақ сынайтын азаматтар Алматы, Қызылорда, Түркістан және Ақмола облыстарындағы Құран жаттау орталығының шәкірттері екен. Дін жолында қызметте жүрген олар сайыс соңында нәтижеге сай марапатталып, сыйлыққа ие болды. Айта кететін болсақ, бүгінгі жарыста төрелік ететін Астана қаласындағы Сығанақи институтының, ижаза беру институтының орталығының меңгерушісі Теміржан ұстазымыз және Жамбыл облысы бойынша Құран секторының ұстазы Бірлік Қарекең және Қордай ауданының аудандық мешітінің ұстазы Зейнуддин Қарилар бүгінгі жарыста төрелік ететін болады. Қоса кетейік, бұл байқау Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас мүфти Наурызбай Қажы Тағанұлының бастамасымен ұйымдастырылған. Мақсаты бөлек, тәлімі мол осындай іс-шаралар әр өңірде әлі де жалғасын таппақ. Мадина Айдынқызы, Нұрәли Әбиұлы, Қордай 24 Ньюс.